келген Әділет мырзаға күшті сұрақ қояйық. Әділет мырза, осы порталмен барып келдіңіз, иә? Иә, осы порталмен барып келдім. Барған кезде негізі авиабилетті бөлек сатып алып, негізі отельді сол осы портал арқылы алдық. Портал біз негізі 3 адам болып бардық. 7 күнге отельді біз 55 мың теңгеге алдық. 3 адам. Итого ол 55 мыңға жаңа 4 звезда отель кірді. Негізінде сол отельдің өзіне барып алса қанша болатын еді ол отель? Ол жерде күндігінің өзі қанша? 55 доллар ма сондай? Адам басына? Адам басына. 20-30 мың теңгедей. Да. 55 доллар. Примерно негіз біз өзіміз санаған кезде 3 мың не деді? 3 мың бат. 3 мың бат, ол примерно 48 мың ба сондай? Ол сөйлеп айтқан болатын. Күндігіне. Біз өзіміз бір аптаға сол 55 мың теңге шықты. Маша. Күндігіне 48 мың теңге тұратын отельді 55 мың теңгеге бір аптаға алды. Біздің Вердексюден компаниясының порталы арқылы. Керемет. Сонда неден Алматыдан Вьетнамға ұштыңыздар? Вьетнамнан Таиланд? Біз негіз барған кезде прямо Алматыдан неге Пхукетке прямо рейс болды. Қайтқан кезде через Вьетнам арқылы қайттық. Авиабилеттің өзі біз арзан қалдық. Авиабилет примерно 160 мың ба сонда ақша шықты. Енді қарап отыратын болсаңыздар, енді қазір авиабилеттің өзін просто прямо сатып алатын болсаңыздар, авиабилеттің өзі 300 мыңнан жоғары тұрады. Пхукетке туда обратно. Есептеп көріңіздер. Қаншама жеңілдік келеді. Сонда былай айтқан кезде ұшып барып, ұшып келуі, отелі бәрі қанша шықты адам басына? Біздің портал арқылы? В общем, 175 мың ба сонда ғана болды. Сюда обратно отель бәрі соған кірді. Керемет. Супер! Керемет. Рахмет, Әділет мырза. Ал бастапқы путешествияңыз болсын, ары қарай әлемнің түп-түпкірін аралаңыз. Бұйыртса.